Елемес Мағас өнер саласында 30 жылға жуық еңбек етіп, кең байтақ қазақ жерінде тыңдаушысымен қауышты, өнерін насихаттады. Ол 1991 жылы бұрынғы Ақмолада өткен сал-серілердің бірінші республикалық конкурсының лауреаты. 92 жылы Мұхит Мералінің 150 жылдығы мен 94 жылы Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданында өткен Қазақстанның халық артисі Ғарифолла Құрманғалиевті еске алуға арналған әншілер сайысының жүлдегері. Әнші әрі сазгер Елемес Мағас қазақ әнін алтындай жарқыратып көрсете білген ізгі жүректі өнер иесі. Дарынға үнемі қамқорлық керек деген болатын бір кезде композитор Илья Жақамов. Елеместің сазгерлікпен қоса ақындықта өнері бар. Оның әндері көпшілік қауымның рухани тілегімен жалғасып, уақыт талабымен ұштасып жатады. Сазгердің шығарған Атырауым, Ағотауым, Жұмекенге арнау, Жылойдан шыққан Аруай, Қазақ дастарханы, Құныскерейдің еліне аманаты, Аманғалидың ақырғы сөзі, Әттеген ай әндері жергілікті көрермендердің сүйіп тыңдайтын әндері. Қызғалдақтай жайнаған ойнаған аққу құстан аумаған көруге көз тоймаған жымиған бейне сұлу-ай жылойдан шыққан ой ару-ай қандай күйбі жүрсей қоңыраудай күлкісей жан сеземін толқытып жетелейдей жүргішім жымиған бейне сұлу-ай ойдан шыққан ой ару-ай инабатты сүйкімдей әрбір сөзі сиқырлы береген еріндей райқан гүлдей секілді жымиған бейне сұлу-ай жылойдан шыққан ой ару-ай шыбықтай бұралған өн бойында бұлаған ханзадасы қыздардың өртеді-ау қызарман жымиған бейне сұлу-ай жылойдан шыққан ой ару-ай жымиған бейне сұлу-ай жылойдан шыққан ой